Елорданың дәл іргесіне желі электр станциясы салынып жатыр. Нысан бас қаладан 40 шақырым жердегі Қостомар ауылының жанында орналасқан. Әзірге оның қуаты 50 мегаватт. Екінші кезеңін іске қосқанда оның көлемі 100 мегаваттқа дейін артады. Станцияны салу барысында солтүстік аймақтың климаты ескеріліп, электр өндіруде соған бейімделген инновациялық технологиялар қолданылды. Аталған жобаны Бәйтерек холдингінің еншілес ұйымы Қазақстанның даму банкі қаржыландырды. Бас қаланың маңындағы жел электр станциясы қуаттылығы жағынан көш бастап тұр. Елімізде әзірге оған теңгелері жоқ. Электр энергиясын 15 генератор өндіреді. Оның мұнарасының биіктігі 84 метр, ал ротордың диаметрі 112 метр. Станцияның екінші кезеңі іске қосылғанда 30 генератор 100 мегаватт электр қуатын өндіретін болады. Алғашқы кезеңде біз жылына шамамен 175 миллион киловатт сағат электр энергиясын өндіргіміз келеді. Сонымен қатар экологиялық тұрғыдан таза энергияны өндіру арқылы біз парниктік газ қалдықтарын азайтуды көздеп отырмыз. Бұл дегеніңіз жылына 113 мың автокөліктен шығатын 230 тонна газ. Жалпы жаңартылатын энергия көздерінің есебінен 10 мыңнан астам отбасын жарықпен қамтамасыз етеміз. Кешенді іске қосу барысында 45 миллиард теңгеге жуық қаржы жұмсалды. Оның 30 миллиард 500 миллион теңгесін несие ретінде Қазақстанның даму банкі берді. Банк энергетика саласын, оның ішінде жаңартылған энергия көздерін қаржыландыруға әрдайым басымдық беріп келеді. Аталған жобаға қаражат 10 жыл 5 ай мерзімге берілді. Сыйақы мөлшерлемесі жылына 12,58%. Біз бірінші кезеңді қаржыландырдық. Жобаның екінші кезеңі де мақұлданды. Жалпы Қазақстанның даму банкінің несиелік портфелінде 65 миллиард теңгені құрайтын 4 жоба бар. Олардың да іске асырылуына барынша қолдау көрсетіледі. Қарлығаш Қайпекова, Ермек Кенішімбек, Хабар 24.